Ай мектеп. Аға, мына сөйлемге қараңызшы. Қане, көрейік. Әсел мектептен келе жатыр. Кім? Әсел. Бастауыш. Не істеді деген сұраққа жатыр деген жауап болады. Бірақ Әсел жатқан жоқ, келе жатыр ғой. Сонда қайсысы баяндаушы болады? Әрине, Әсел жатқан жоқ, ол келе жатыр. Сондықтан бұл сөйлемдегі баяндауыш келе жатыр. Келе жатыр күрделі сөз болғандықтан, сөйлемде бір мүше бола ма? Иә, дұрыс айтасың. Күрделі сөздерді бөлуге болмайды. Оның құрамындағы сөздер бірігіп, сөйлемнің бір ғана мүшесі болады. Мысалы, Вики қарала күшік дегенде, қандай деген сұраққа қарала деген күрделі сөз бөлінбей жауап береді. Сондықтан, қарала сөйлемнің күрделі мүшесі. Ал бір сөзден құралған Вики және күшік сөздері сөйлемнің дара мүшелері болады. Үй іші тап-таза деген сөйлем екі күрделі мүшеден құралған. Үй іші деген сөз тіркесі не деген сұраққа, тап-таза деген күрделі сөз, қандай деген сұраққа жауап беріп, бастауыш пен баяндауыш қызметтерін атқарып тұр. Түсінікті. Астана қаласы күннен күнге өсіп келеді деген сөйлемді талдап көрейік. Не? Астана қаласы күрделі бастауыш. Не істейді? Өсіп келеді. Күрделі баяндауыш. Қалай? Күннен күнге күрделі тұрлаусыз мүше. Бұл сөйлемнің барлық мүшелері күрделі болып тұр. Қайталайық. Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Сөйлем мүшесі дара сөзден де, күрделі сөзден де жасалады. Мысалы, Вики қарала күшік дегенде, қандай деген сұраққа қарала деген күрделі сөз жауап береді. Сондықтан, қарала сөйлемнің күрделі мүшесі, ал бір сөзден құралған Вики және күшік сөздері сөйлемнің дара мүшелері болады. Жеке сөзден жасалған сөйлем мүшесі сөйлемнің дара мүшесі деп аталады. Мысалы, Әсел мектептен келе жатыр деген сөйлемде Әсел және мектептен сөздері сөйлемнің дара мүшелері. Екі немесе бірнеше сөзден жасалған сөйлем мүшесі сөйлемнің күрделі мүшесі деп аталады. Мысалы, Астана қаласы күннен күнге өсіп келеді деген сөйлемде не? Астана қаласы күрделі бастауыш. Не істейді? Өсіп келеді, күрделі баяндауыш. Қалай? Күннен күнге күрделі тұрлаусыз мүше.